жылы октябрь айында Бекарыс деген жігіттен жылқылар сатып алдым. Олардың ұрланған екен білген жоқпын. Барлығын ақшасын беріп сатып алдым. 9 бас бие, 7 бас құлын алдым. 4 миллион 200 мың ақшаға сатып алдым. 7 ай бойы бір тай өлді құлын. Алтауын стап асырап үйде малданам деп ұстап отыр. 9 биені шетінен саттым. Базарға шығарып, бірден шығарып саттым. Данный момент үйде 6 бас тайды ұстап отырмын. Енді оның ұрланған мал екені анықталып, қазір сотрудниктер келіп, бәрін анықтап жатыр. Енді ол малды өзінің хозяинына кесім пакетпен и сотрудниктарға добровольно беруге дайын. Өйткені ол ақыл еңбектің арқасында келген нәрсе. Сол мал үйде тұр.